Менің атым Асылым. Бүгін мен Алтынай апамен зертхана жұмысын жасаймын. Асылым, ендеше бүгінгі біз зертханалық жұмысқа немене қажет екенін біліп алайық, иә? Мінекей бізге қанша қажет, қасық қажет, қысқыш қажет, ас содасы, суық су, және де шарлар қажет бізге, және де 2 шприц керек екеумізге, және біз шыршаны алдық. Шырша қайда өседі? Қарқаралыда. Дұрыс, Қарқаралы тауында өседі екен, және бөлме гүлі біз бөлменің гүлі бақыт гүлін алдық. Ендеше зертханалық жұмысымызды бастайық. Ал Асылым, біріншіден қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек, иә, бізге. Ол үшін мына соданы ауызға салмаймыз, пайдаланған қасықты ауызға салмаймыз, қайшыны да дұрыс ұстауды білеміз, иә, қайшы ұстау техникасын. Сосын ыстық суды қазір құйған кезде мен өзім құйып беремін, ол да бір қауіпсіздік ережесі, иә, сендер күйіп қалмау үшін. Кәнекей, ендеше біз осы шарымызға суды құюдан бастайық. Бірінші шыршаны саламыз шардың ішіне. Ала ғой. Сала ғой ішіне. Енді суыңды құя ғой. Мінекей суды құйды. Енді осы шарымыздың аузын бекітеміз. Енді екіншісіне бөлме жапырағын саламыз, алтын сала ғой. Міне енді суды құя ғой. Бөлме жапырағын салды, суды құя ғой. Өте жақсы. Мінекей. Бұны да аузын буамыз да, міне байдаймыз дағы. Бұларды неге жібереміз? Тоңазытқышқа жібереміз қазір. Міне, тоңазытқышқа жібереміз екеуін. Енді ол қатқанша біз екінші жұмысымызды жасайық. Міне, жаңағы шыршаға Асылым, сосын бөлме жапырағына біз ыстық суды құямыз. Міне мен құйып берейін. Әні қолымды сәл арталай. Мінекей. Бұлар қазір қайсы жұмсарады екен? Ыстық суға төзімді ма? Соны көреміз, е? Қысқышпен енді сен баса ғой, үстелден ыстық суға. Бұны мен басып тұрайын. Сен шыршаны басып көр енді. Енді осының үстінен Асылым, екеуміз бір қасық сода салып көрейік. Ас содасын. Сен шыршаға сал, мен гүлге салайын, жапыраққа салайын. Енді қарашы, не пайда болды суда? Көпіршіктер пайда болды, е? Мінекей екі суда да міне көпіршіктер пайда болды. Енді мінекей осы біз жаңағы сен шыршаны, мен жапырақты алып көрейік суда. Не болды екен? Қысқышын ала ғой қолыңа. Мінекей. Қатты қысып ала ғой. Мінекей. Енді қане, қыса қыс. Қыса ғой. Енді қара, бөлме жапырағы не болды? Жаңағыдай күйде болды ма? Бүрісіп қалды, е? Ол ыстықта ұстауға болмайды екен. Және сода салуға, міне сода әлі көпіршіктеніп жатыр. Ендеше гүлге құюға болмайды екен, е, соданы. Және суға салуға болмайды. Ал енді кәне шыршамызды көрейік. Кәне ұстап көрші шыршаны. Шырша ешқандай өзгеріс болған жоқ, е? Өйткені шырша бізде ыстыққа да, жаңағы сода салсақ та төзімді болды, е? Ал енді жаңағы неміз алып көрейік. Тоңазытқыштан біздің жаңағы құйған қатырған нелерімізді көрейік, кәне. Алып көрейік. Мына сен қайшыны ұстап құя ғой, мен аша берейін. Енді сен мынаның үстіне сода сал бір қасық. Соданы сала ғой. Қасықтан ал соданы сала ғой. Көптен сал, міне жапырақтың үстіне саламыз. Тағы салайық. Міне. Енді осыған шприцпен ана суды алып құя ғой. Шприцпен суды алып құя ғой. Шприцпен суды алып құя ғой. Не болды? Жылдам ериді екен, е? Мен тағы да бір шприц алып су құя ғой. Жылдам ериді екен. Өте жақсы. Өте жақсы. Міне біздің гүліміз шықты, е? Міне, гүліміз бастапқы қалыпта ма екен? Суықта бөлме гүлі төзімсіз екен, е? Үсіп кеткен, қарашы, міне бір үсіп қалған. Мінекей қара үсіп кеткен, е? Ендеше біз бөлме гүлін суыққа шығаруға болмайды. Кәне мынағында құйып көрші суды. Құя ғой. Үстіне құя ғой. Өте жақсы. Міне біздің шыршамыз көрінді, е, осының ішіндегі. Осы шыршамыз өз қалпында қалады екен. Аңғаш, мені ұстап көрші, міне. Міне өз қалпында қалды, е? Неліктен? Шырша өйткені қыста да өседі, е? Ол жазда да өседі, е? Сондықтан ол суыққа да, ыстыққа да төзімді екен. Осымен біздің зертханалық жұмысымыз аяқталды. Сау болыңыздар.